Менің атым Айдын. Менің атым Мамашев Шыңғыс. Менің атым Ағарке. Мен Көкпекті ауданы Көкжұрта ауылы Көкжұрта орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Құдайбергенова Жібек. Мен Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданынан келіп тұрмын. Менің атым Далилов Дарын. Мен Зайсан ауданынан келдім. Айқанат деген бағдарламамен біз өзіміз басында жарысқа қатысқанда Казнакопка деген жарыс болған. Сол арқылы келдік, Айдын? Мен осы олимпиадада әдебиет пәнінен келіп отырмын, 13-те эссе жаздым. Мен Айқанат сайысына қатысып, эссе жазып, 8 айда 8 эссе жазып, іріктеліп келіп отырмын. Шығыс Қазақстан облысы, Күшім ауданы. Сонда Бурабай деген ауылына болдым. Ал мен сол Шығыс Қазақстан, Күшім ауданы Тақыр деген ауылдан келдім. Тағы да осы бірінші әдебиет пәні болды, екінші математика, үшінші физика, төртінші ағылшын, бесінші жеңіл атлетика. Ең кереметтерін іріктеп алды. Эссе бойынша физика, математика, ағылшын және дене шынықтыру. Осы ауыл балаларына осындай керемет мүмкіншілікті жасап отырғанына қатты қуандым алғашында. Бірінші рет Астанаға негізі өзім бірінші келуім. Ұнады, үлкен қала, жас қала дейді, жастардың қаласы дейді. Жоқ, Астанадан қайтқым келмеді, шынымды айтсам. Әрбір уақытымыз есептелген. Қазір осылай істейміз, жоспарланған, бәрі өте ұнап жатыр. Айқанат олимпиадасы мақсаты осы ауылда өзін-өзі көрсете алмай жүрген дарынды, талантты балаларды республикалық деңгейге көрсетіп, оларды қызықтырып, шетелге грант беру. Бір-бірімізді танымағандықтан бір жарты күнде жүрдік, одан кейін қазір бәріміз толықтай таныдық бір-бірімізді. Енді біздің ойымызша ең бірінші мақсаты сол біз сияқты осындай жас ұрпақтардың, біз сияқты жас келешегі мол жастардың осындай үлкен грантқа түсуіне, жол ашып мүмкіндік беруіне деп ойлаймыз. Айқанаттан кейін шетелге болмаса Назарбаев университетіне түсуге алдыма мақсат қойдым. Бұл менің мақсатым. Керемет ұнады. Өзім алғаш келіп, басында бізге соландай көп сұхбаттарын жүргізді, осы университет туралы нәрселерін айтты. Сол кезде осында шынымен де түсіп оқығым келіп кетті.